Essential Grammar in Use 21 юнит. Бүгінгі тақырып пассив. Пассив деген не және оны қалай қолданамыз. Бізде мынақта екі сөйлем берілген, active және пассив. Active деген ол бізде кәдімгі сөйлем, бізде бастауыштан басталады. Subject плюс етістік и плюс object. Енді қара. Subject деген бізде бастауыш, ол іс-әрекетті істейтін адам. Verb етістік ол бізде баяндауыш. Object деген мына іс-әрекет соған істелініп жатыр. Біреу істеді бірдеңені. Мысалға, somebody біреу cleans тазалайды the office офисті every day күнде. Біреу тазалайды офисті күнде. Бізде бұл жерде главный рольда болып тұрған бізге маңызды кім тазалады. Енді бізде пассив деген бар. Пассив дегенде бізде subject емес, object бірінші орынға шығады, және етістік болады, және егер керек болса subject кім істегені айтылады. Кейде кім істегені де маңызды емес. Мысалы, мына жерде office, the office is clean, тазаланады every day. Офис тазаламайды, офисті тазалайды күнде. Кім? Не важно. Кім тазалайтына не важно. Біреу тазалайды. Сол үшін нәрде subject жоқ. Бұл осы шақта, мынау осы шақта. Егер өткен шақта болса, somebody, біреу, cleaned, тазалады, офисті, the office, yesterday, кеше. Бұл бізде active, өткен шақта. Енді passive, the office was cleaned, тазаланды, yesterday, кеше. Кім тазалады, не важно, мынау өткен шақ. Енді бізде егер пассив осы шақта болса, то am is are плюс етістік үшінші формада болады. Егер бізде өткен шақта болса, біреу істелінді болса, онда was were плюс етістік үшінші форма болады. Тағы да айтып кетейік, активта бізде кім істегені маңызды, сол главный рольда. Егер бізде пассив болса, кімге не затқа істелінді, сол маңызды, бірақ кім істегені бізге не важно. Хорошо, кейде важно, кейде не важно. Вот, нәрден мысаға несі осындай, мысаға формуласы present simple болса, am is are, егер істелінбесе not болады, плюс етістік past participle деген бізде етістіктің үшінші формасы болады. Cleaned, тазаланды, invented, ойлап шығарылды, injured, ол бізде жарақаттанды, done, істелінді, built, біреу салды, соны taken, біреу алды немесе апарылды. Өткен шақ болса, бізде was, were деп ауысады, am is are, и қалған дәл сондай болады. Егер бізде дұрыс етістік болса, еді қосылады, дұрыс емес етістік болса, етістіктің үшінші формасы болады. Хорошо? Мысалы, butter деген бізде my is made, істелінеді from milk, сүттен. Кім істейді, не важно. Бізде мынайда object болып тұрнайды. Oranges, апельсиндер, are imported, импорт жасалынады into Britain, Британияға. Кім импорт жасайды, не важно. Бізге важно апельсиндерді импорт жасалынады. How often, қаншалықты жиі, are these rooms, мына комнаталар тазаланады. Егер сұрақ болса, бізде WH басына шығады. Сосын am is are, егер осы шақ болса, егер өткен шақ болса, was were, плюс етістік үшінші форма. Вот сұрау сөйлем. WH егер бар болса, егер жоқ болса, тоже онсыз, просто am is are бірінші орында тұрады. Бұл бізде пассив сұрақ. Пассив сұрау сөйлем. Мысалы, I am, мен, never, ешқашан, invited, шақырыламын to parties. Вечеринкаларға мен шақырылмаймын. Мен шақырамын емес, мені шақырмайды. Мен шақырылмаймын.
Келесі, this house, мына үй, was built, салынды 100 years ago, 100 жыл бұрын. These houses, мына үйлер, were built, салынды, көпше түрі, 100 years ago, 100 жыл бұрын. When, қашан, was, болды, the telephone, телефон, invented, ойлап шығарылған. Окей. Енді, мына жерде бізде born деген сөз бар. Born деген туылды деген сөз. То есть мен туылдым. I was born, мен туылдым in Berlin. Берлинда in 1989, 1989 жылы. И бұл жерде туылды деген всегда өткен шақта болады, потому что осы шақта туылып жатыр деген айтамаймыз. Сол үшін was, were born болады, всегда осылай. Where, қай жақта, were болдың, you, сен, born, туылдың. Сен қай жақта туылдың? In Cairo, Каирда. Енді біз жаңа айттық, егер пассив болса, бізде объект бірінші орынға шығып кетеді. Сосын етістік болады. Жоқ, тоқта, was, were болады мына жерде. Be деп жазайыншы. Be дегеннің өткен шағы немесе осы шағы. Сосын плюс етістік үшінші форма немесе еді. Дұрыс етістік болса. Сосын егер кім істегенін айтқымыз келсе, онда by и subject болады. By деген арқылы, біреу арқылы істелінген. Мысалы, the telephone, телефон, was invented, ойлап шығарылды by Alexander Bell. Александр Белл арқылы, то есть Александр Белл ойлап шығарды 1876 жылы. I was beaten, мен тістелдім by a dog, ит арқылы. Мен тістелдім ит арқылы a few days ago, бірнеше күн бұрын. Аударғанда бір түрлі шығады, бірақ негізгі аударылуы мені ит тістеді деген болады. They were painted, олар да суреттер. Painted, салынды by a friend of mine, менің досым арқылы. Менің досым арқылы бұл суреттер салынды. То есть менің досым бұл суреттерді салды. Хорошо? Бұл жалпы пассив туралы осы шақ өткен шақ. Енді қазір тапсырмаларға өтейік. Тапсырмалар бізде мынандай. Бірінші тапсырма. Write sentences from these words. Мына сөздерді қолданып сөйлем жазу керек. Да? Some of the sentences are questions. Кейбір сөйлемдер сұрау сөйлем жазу керек. Мысалы, the office clean every day. Офис тазалану күнде. The office is cleaned every day. The office тазаланады күнде. These rooms, мына комнаталар clean every day. Сұрау сөйлем. Сұрақ бар. Мына комнаталар тазалану күнде. Are these offices? W жоқ, сол үшін are мен басталады. Мына комнаталар тазаланады ма күнде. Енді glass деген стекло, шыны, make, істеліну, from sand, құмнан, песоктан. Glass is made from sand. Stamps, жаңағы нелер, маркалар, sell, сатылу, in a post office, почтада. Маркалар сатылады почтада. Stamps are sold, осы жақта, қай жақта, in a post office. Маркалар сатылады почтада. This room, мына комната, емес, not use, қолдану, very often, өте жиі. Мына комнаталар жиі қолданылмайды. This room, мына комната, isn't, осы шақ еще негатив, used very often. Келесі, we, біз, allow, рұқсат беру, to park here, парковаться ету, осы жерге сұрақ жасаймыз. Are we allowed, бізге рұқсат етілген ба мына жерге парковка жасауға, to park
here. How, қалай, WH, мынаны бірінші жазамыз. This word, мына сөз, pronounce, айтылу. Мына сөз қалай айтылады? How is this word pronounced? Мына сөз қалай айтылады? Кім айтады, не важно. Мынаның барлығы past. Мына сөйлемдер past. Осының past жасау керек. Жаңағы барлығы осы жақ болды. The office cleaned yesterday. Офис тазалану кеше. The office was cleaned yesterday. The house, үй, paint, краскілеу last month. Өткен ай. The house was painted last month. Өткен ай. Last month. Онтықы. Хорошо. My phone, менің телефоным, steal, ұрлау, a few days ago. Бірнеше күн бұрын. Менің телефоным ұрланды бірнеше күн бұрын. My phone was stolen. Етістіктің үшінші жағы a few days ago. Хорошо, келесі. 3 people, 3 адам, injured, жарақат алу, in the accident. Аварияда. Аварияда 3 адам жарақаттанды. 3 people. Көпше түрі болса were болады. Were injured in the accident. When, WH бар, this bridge, мына мост, when деген қашан, мына мост, built, салу. Мына мост қашан салынды, кім салған, не важно. When was this bridge built? Мен, not емес, wake up, ояну, by the noise, жаңағы шум арқылы. Шум арқылы мен оянбадым. I wasn't woken up. Үшінші форма. By the noise. How, қалай, сұрақ, WH бірінші тұрады. These windows, бұл терезелер, break, сыну. Мына терезелер қалай сындырылды? How were these windows broken? You, сен, invite, шақыру to John's party last week. Джонның вечеринкасына өткен апта. Сұрақ, бізде мына жақта WH жоқ, сол үшін were мен бастаймыз. Were you, сен шақырылдың ба Джонның вечеринкасына? Were you invited to John's party last week? Өткен апта. Okay. Келесі. These sentences are not correct. Мына сөйлемдер дұрыс емес. Correct them. Дұрыста дейді. This house built 100 years ago. Мына үй салыну 100 жыл бұрын. Салынды деп айту керек. This house was built. Football plays in most countries of the world. Футбол ойнайды көп елдерде. Да, football plays болады. Жоқ, бұл дұрыс емес. Football is played. Is played болады. Why did the letter send to the wrong address? Неге хат жіберді? Хат жібермейді, хат жіберіледі. Да? Why was the letter sent? A garage is a place where cars repair. Гараж ол жер, где, то есть сол жақта машиналар ремонттайды. Машиналарды ремонттайды. Машиналар ремонтталады, да?
where, то есть мына жер дұрыс емес. Where cars are repaired. Where are you born? Сен қай жақта туылдың? Жоқ, мына жер дұрыс емес. Born мен всегда өткен шақ болады. Where were you born? Келесі, how many languages, қанша тіл are speaking in Switzerland? Сөйленеді Швейцарияда. Швейцарияда қанша тіл сөйленіп жатыр? Are speaking емес, are етістік үшінші шақ болады. Are spoken. Somebody, біреу, broke into our house, біздің үйге кірді, да, то есть break into деген бізге ұры кіру деген сөз. But nothing stolen, бірақ ештеңе ұрлану. Nothing was stolen болады. Ештеңе ұрланбады. When was invented the bicycle? When, так, мына сөздердің орны дұрыс емес. When was the bicycle invented? Велосипед қашан ойланып табылды? Келесі тапсырма, мына жерде present or past, осы шақ немесе өткен шақтағы пассивқа қою керек мына сөздерді. Clean, тазалау, damage, зақым келтіру, find, табу, give, беру, invite, қонаққа шақыру, make, бірдеңе жасау, make то же самое, show, бірдеңе көрсету, steal, ұрлау, take деген бір жерге апару деген. Clean мен take кеткен уже. The room is cleaned every day. Комната тазаланады күнде. I saw an accident yesterday. Мен көрдім авария кеше. Two people, екі адам, were taken, алынды, to hospital, апарылды госпитальға. Кім апарды, не важно, екі адам апарылды. Paper, қағаз, from wood, ағаштан. Стелінеді, да? Is made, make кетті. There was a fire at the hotel last week. There was a fire. Fire деген бізде пажар болды отельде өткен апта. Two of the rooms, екі комнатаның екеуі зақым келтірілді, damage болады. Were, нәрде уақыт берілген last week, сол үшін өткен шақ. Were damaged. Зақым келтірілді оларға. Where did you get this picture? Сен мына суретті қаяқтан алдың? It to me, маған, by a friend of mine, менің досым арқылы. То есть менің досым маған оны берді. Give, it was given. It was given to me. Did you, did деген өткен шақ, значит мына жерде де өткен шақ болады. Many American programs, көп америкалық программалар on British television, британский телевидениеда show, көрсетілу, қазір көрсетіліп жатыр, are shown. Нәрде уақыт берілген, қашан екен, сол үшін осы шақты қолданамыз. Did Jim, өткен шақы, Jim and Sue go to the wedding, тойға, үйлену тойына барды ма? No, жоқ, they, but they didn't go, бірақ олар бармады. Өткен шақ, they were invited, олар шақырылған еді. They were invited, олар шақырылған еді, бірақ бармады. Келесі, how old is this film? Мына фильм қаншада, жас қаншада? It in 1965, 1965-те фильм істелінді, make. It was made. Өткен шақта, я, потому что ол баяғыда істеген. Так, my car, менің машинам. Last week, өткен апта. But the next day, бірақ келесі күні, all it by the police, полициямен. Менің машинам өткен ұрлаумен табылғалды. Өткен апта ұрланды. Өткен апта уақыт бар, значит өткен шақ. My car was stolen, ұрланды.
бірақ келесі күні ол табылды. It was found by the police. Полиция арқылы. Так, where were you born? Where were they born? Олар қай жақта туылды, да? Так, Иан Эдинбургта туылды. Иан was born in Edinburgh. Туылды Эдинбургта. Салли Манчестерда. Салли was born in Manchester. Келесі, her parents, оның ата-анасы Ирландияда. Оның ата-анасы туылды, көпше түрі were born in Ireland. Келесі, you, сен, мен қай жақта туылдым? I was born in Kazakhstan. Келесі, your mother, сенің мамаң. My mother was born, мысалы, in America, да? In America. Окей. Хорошо. Так, осы бүгінге пассив деген, ертең тағы да осы туралы өтеміз, тағы да детальдарды айтамыз. Келесі уақыт көріскенше.